Нұрғалиев Айбар, аю 18-6 Б тобының студенті. Жалпы 6-шы лабораториялық жұмыста біз бүгін сұйықтықтың өлшемін есептейтін проект жасаймыз. Бұл лабораториялық жұмыстың мақсаты осы сұйықтықты өлшейтін есептейтін проект құру және оны түсіндіру. Біз бірінші осы системадан система объект болады, сол системаға ең бірінші біз шкаласына кіріп, өзіміз осы интервал қосып кетеміз. Ол бізде мына жерде берілген. Ол бізде қосатымыз уровень 100 сантиметр, ол қанша уровень болу керек, сосын сантиметр деп есептейді деп мына сантиметрді беріп кетеміз намерениеден ішінен, измерениенің ішінен. Және потокты 10 литр минутына деп беріп кетеміз. Ол бізде литр минуту деп мына жерде қосып, единицаны измеренияға названиясын және обозначениесін беріп қосып кетеміз. Сосын келесі кезекте біз осы системаға компьютер қосамыз. Ол бізде компьютерді APM оператор деп өзгертеміз. Және келесіде объектпен жұмыс істейміз. Объектке аппарат деген объект қосып аламыз, оны аппарат деп атын өзгертеміз. Және аппаратқа 3 команда қосамыз. Ол бізде выходной поток және уставка. Выходной және выходной дегеніміз ол кіріс және шығыс потоктары. Қазақшаға аударғанда осы кіріс шығыс потогына судың өзіміз значение беріп кетеміз. Ол значение просто деп өзгертіп, мына жерде кіріске 10 литр минуту, выходқа 5 литр деп өзгертеміз. Және бізді осы пускты басып, осы бағдарламамызды іске жұмыс атқарғанда бізде мынау 10 литр дегеніміз ошибка береді, сондықтан мынаны более-менее кішкентайға ауыстырамыз. Ол бізде 6 литр. Және уставканың ішінен біз 20-ға өзгертеміз. Ол бізде уставка дегеніміз түсіндіріп кетсек, уставка ол жаңағы мына емкость, су кіретін емкостьқа қанша су потогы кіру керек және шығу керек, соны автоматты түрде қарап отыратын бір тип деп айтсам да болады, осындай объект. Және осы 3 команданың ішінде уставка, выходной деп өзгерттік. Сосын мәндерді жаңа айттым. Енді судың көлемін өлшейтін формула құрастырамыз. Ол бізде расчет уровеньға кіреміз. Жаңағы аппараттың ішінен өзіміз уровень және расчет уровеньін создавать етіп алып, осы формуламен жаңағы уровеньді мына жерге келіп қосамыз, және де выходной потокты осы жерге копировать етіп мына жерге қоямыз. Сосын әрқайсысына барып өзіміз формула құрастырамыз. Ол бізде міне уровеньді қосамыз, расчет выходмен выходной поток шыққан және кіріс потогын бір-біріне азайтып, осы уровеньге қосамыз. Сонда бізде формула арқылы есептеп береді. Мына жерде емкостьқа келсек, емкостьті бұл автоматты түрде өзіміз қосамыз. Ол бізде аппараттардың ішіне кіріп, мына емкостьті басып, мына аппаратқа әкеліп қосамыз. Сол кезде бізде емкость өзінің 3 командасымен келеді. Ол уровень, температура, авария. Уровень дегеніміз ол қанша поток су кіреді сияды осы емкостьқа. Температура дегеніміз жалпы ол қанша температура су өзі келеді температурасымен. Және авария дегеніміз ол қандай да бір ошибка болған жағдайда соны бізге ескертеді. Жалпы мына жерде регулятор қосамыз, одан кейін настройканы өзіміз беріп кетеміз. Және аварийный лампа, ол жерге аварийный лампаға индикатор состояния өзіміз қосып, ол индикатор состояния дегеніміз бұл жерде ең бастысы индикатор состояния ол мысал үшін поток 60-пен жоғары немесе 60-тан төмен бір өзінің дәрежесін тап тұрса, ол бізде жасыл жанып тұрады. Ал егер де өзгерсе, ол бізде қызыл жанады. Ол міне мына жерде цветы да беріп кеткен, выход 0 және выход 1 деп красный жанады. Ол 70-тен асып кетсе, және бұл жерде формула беріп кетеміз. А кіші Б-дан немесе А үлкен Б-дан. Осыған значение беріп кетеміз. Ол бізде опросыда берілген, барлығы көрсетіліп кеткен. Оған тоқталмай қойып, мына жерде регуляторға параметр және заданиямен жұмыс істейміз. Оны біз уровеньді әкеліп параметрға және заданияға расчет уровеньға келіп қосамыз. Мына уровеньға мына уставты әкеліп қосамыз емкостьтің. Сонда барлығы бізде шығарады. Оны әрқайсысына тоқталмай қояйын. Енді пускты басып, бұл біздің жұмысымызды көрсетсе. Немесе сохранить етіп аламыз бұл бағдарламамызды. Мінекей бізде сообщение бәрі шықты. Емкость жидкости мына жерде өзінің конструкциясын өзгерттік. Мына жерде выходной потокты әкеліп қостым, расчет выходы әкеліп қостым. Мына жерде уровень, мынау бізде устав жаңағы өзіміз мына жерде значение беріп кетеміз. Мысалы 75-ге дейін, 25-ге дейін өзіміз көтере аламыз. Және выход потога мына жерде біздің график берілген. Қаншалықты міне көтеріліп жатыр біздің графигіміз. Судың емкості қаншалықты болады, қаншалықты түседі, соның бәрін бізге көрсетіп отырады. Мына жерде бізде вентилятор, мына жерде судың өзінің потокты өшіре алады немесе қоса алады. Мынау егер су толып кеткен жағдайда, мысалы
жасыл жан